Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда Қазақстан ұлттық телеарнасында көрсетіліп жатқан Жасыл жүректер хикаясында Метен рөлін сомдаған актер туралы мағлұмат беретін боламын. Ақпаратты тыңдамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер екен. Шын есімі Мұхитдин Оймақчир. 2006 жылы Адана қаласында дүниеге келген. Қазіргі жасы 17-те. Ол көптеген жарнамалар мен камера алдында болды. Үкіметтік әйел фильмінде мемик кейіпкерін сомдаған, ал Элемент фильмінде Хасан образын сомдады. Ал Жасыл жүректер хикаясында Фатима мен Джемалдың некесіз туған баласы Метен деген кішкентай баланы сомдаған болатын. Ол гитарада ойнап ән салғанды жақсы көреді.